Сәлем бердік баршаларыңызға, қалайсыздар? Бүгін сенбі, жексенбі күндері бәріміз демаламыз үйде. Сол кезде бір ерекше дәмді тағам пісіргіміз келеді ғой барлықтарымыздың, иә. Сол сияқты бүгін демалыс болғаннан кейін сіздерге бір дәмі керемет тамақ көже жасап көрсетейін деп жатырмын. Сол қажетті заттарды көрсетіп жіберейін сіздерге әуелі. Бізге бірінші керегі болатыны ысталған ет және бидайымыз керек. Бұл 350 грамм бидайымыз. Одан кейін барып ұн, 2 ас қасық ұн, сосын тұзымыз бар, мүк жидегіміз бар, және құртымыз бар, жарты кило. Одан кейін бір айранды алдырып дайындап отырмын. Енді мына етімізді қазір жақсылап жуамыз, сөйтеміз де қазанға салып, үстіне 5 литр су құйып қайнататын боламыз. Қазанымызға етімізді салып дайындап қойып, енді ішінде жаңағы көрсеткен ысталған етпен 5 литр суымызды құйып, осылай газға қойып қойдым. Түйілген бидайымызды дайындап қойдым. Қазір осыны 4-5 қайтара жуып, қазанның ішіне салатын боламыз. Бидайымызды салдық. Енді етпен екеуі бірдей пісетін болады. Қазір үстіне тұз қосамыз. Енді мына құртымызды езіп, малта жасайтын боламыз. Міне көріп тұрғандай өздеріңіз. Осыны қазір үстіне қайнаған жылы су құямыз. Сөйтеміз де қолымызбен әбден езіп, малта жасайтын боламыз. Ол неге керек? Жаңа асып дайындап отырған көжемізге керек болады. Міне, бисмиллахир-рахманир-рахим. Қайнаған суымыз, мынау осы қан жылы. Енді осыны қолмен әбден мұжғылап малта жасаймыз ойдағыдай. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Негізі қолдың несі құрты болған дұрыс. Енді біз магазиннен алдық. Қазір осы малта жасағанда көреміз қалай шығатынын. Енді бұны қазір бір жуып алдық. Енді бұны төгіп тастаймыз. Міне өздеріңіз көрдіңіздер ғой, ішіндегі суын барып төгіп келдім. Енді қайтадан қайнаған жылы су құйып. Енді осыны езетін боламыз. Қолмен еземіз, бұны жаңа қолмен еземіз. Бұл бидай көжені мен қайдан үйрендім? Осыдан 10 жыл бұрын біз жаңа жерден Қытайға Үрімшіге барып қайттық. Сол кезде сол ресторанда Алмалы клуб деген ресторан болды Қытайда. Қытайға осы Үрімшіге барған көп қыздар білетін шығар. Алмалы клуб деген ресторан болды. Онда біздің қазақ ұлтының жаңағы қазақтың нелері рестораны да өздері солай ашып алған Үрімшіге барған кезде. Үрімшінің нелері ғой қазақтары. Солардың жаңағы ресторанынан осы көжені ішкен кезде мен прям білмеймін енді сөзім жоқ, қатты ұнады маған. Сол жақтан бірден үйренген жоқпыз, өйткені сол рецептін сұрау үшін Үрімшіге бір 4-5 рет бардым ғой деймін. Сол рецептін. Ал оның құпиясы неде екен? Ол ысталған ет екен. Біздің ол кезде ысталған ет болған емес бізде. Сол жаңа ол ненің Үрімшінің адамдары, қазақтар біздің қазақтың салт дәстүрлерін күшті ұстайды ғой олар деген. Нағыз қазақтың салт дәстүрлері сол жаңағы шетелдегі қазақтар ғой жақсы ұстайтын. Міне осындай қылып малта қылып жасап аламыз. Әбден езіп, содан кейін бар, міне өздері не қылып жатыр? Езіліп жатыр. Енді осыны ары қарай жалғастырып қою болғанша жасай беремін. Міне жаңа малтамыз дайын болды. Енді сіздерге жақсылап тұрып көрсетейін. Міне қараңыздар, қою болды. Бір айран сияқты қараңыздар. Енді осыны қазір ішіндегі құртын бар ғой, жеке алып қоямыз. Мына ыдысқа қазір ішіндегі құртын жеке осылай алып қоямыз. Нағыз малта осы қазақтың жаңағы сусыны ғой осы, керемет. Бұны жаңағы көжеге де қосады. Одан кейін осы неден, мына малтадан бар ғой, быламықта жасап, жаңа үлкен кісілер жасап ішсе, ол күш береді. Жаңа қарны тоқ болып жүреді. Еш уақытта қарны, сол күнгі қарны ашпайды ғой ойдағыдай. Осы малтадан. Малта бір керемет болған енді. Қазір осы құрттарын жеке алып, қандай күшті. Міне құрттың малтасы осы. Мына жерде қараңыздар, 2 ас қасық ұнымыз бар. Осы 2 ас қасық ұнымызды қазір сковородкеге салып, жақсылап қызарғанша қуыратын боламыз. Міне сковородымызды қостық, газды. Енді қазір мына ұнды салатын боламыз. Сөйтіп қуырамыз.
Бисмиллахир. Осы ұнды енді қызарғанша қуырамыз. Бисмиллахиррахманиррахим. Мынаның сорпасы маған керек болып тұр. Мынау жаңағы ұнды көрсеттім ғой сіздерге. Соны қызартқанша қуырып жатырмын. Ендігі керегі бізге осындай ожаудан екі жаңағы не керек? Сорпасынан керек болып тұр. Осыған ұнды қосамын. Міне қараңыздар, осылай қоңыр болғанша әбден қуырасыздар. Негізінде оты қатты болған дұрыс. Менің газым кішкене бәсенсіп қалды да, содан кейін ұзақ қуырылып қалды. Сондықтан отты қатты шығарып, осы 2 ас қасық ұнды осылай әбден қуырасыздар. Сол кезде осындай қоңыр болып шығады. Жаңа біздер сорпаны жеке құйып алдық осындай ыдысқа. Көрдіңіздер ғой. Енді соны қуырылған нені ұнды осыған саламыз да әбден езіп бұламық жасаймыз. Содан кейін барып жаңа қайнап жатқан сорпамызға осы бұламықты қосатын боламыз. Енді бисмилля. Ұнды қосып жатқанда әбден езу керек. Түйіршіктер қалып қоймасын. Сондықтан жаңа жерден мұқият болған дұрыс та. Ана әйтпесе сорпада іртік-іртік болып қалады ғой. Сондай түйіршіктерді қалдырмай әбден езіп аламыз. Одан кейін барып қазанымызға құямыз. Үйлеріңізде жасап көресіздер, сонда керемет дәмі керемет болады. Сосын бұл жаңа бидай көже дегеніміз мына ішек, асқазан жолдарын жақсы тазартады. Одан бірінші күндері ішіп алып, одан кейін қалып қойып жатса, нелерің, сорпаларың, оны енді жаңа ашытпа көже қылып жасап іше берулеріңізге болады. Мысалы күнделікті қазір енді қыстың кезі ғой, қыстың кезінде бәріміз шөлдейміз да, ет жейміз, сол кезде көп шөлдейміз. Сол көп шөлдегенде осындай көжені жаңағы артынан болған ысықтай ішіп болғаннан кейін суылған көжені ертесіне айран қосып, үстіне я болмаса қайнаған суды қосып, суын мол қылып, ашытпа көже қылып ішсеңіздер өте дәмді болады. Шөлді басады. Бидай деген енді керемет қой, оның несі, емі бар. Сосын ұмытып кеттім, бағана мен айтамын деп, мына ысалған етіміз жылқының еті. Жылқының ысалған еті болады. Сиырдікі де болады, бірақ енді мен өзім жылқыны жақсы көретін болғаннан кейін жылқының ысалған етін алдым. Міне енді уже бәрі дайын. Қазір етіміз піссін. Сосын кейін бидай піскеннен кейін етін бөлек алып, оны турап көрсететін боламын. Міне жаңа жылқының ысталған етін бөлек аламыз. Бұны бөлек алып, кішкене суытып барып тураймыз. Осылай болып піседі. Бұл негізі жылқының еті, осы ысталған ет тез піседі. Біріншіден, екіншіден бұл жерде ешқандай көбік алынбайды. Бұның көбігі болмайды. Бидайымды көрсетейін. Міне жарылып жатыр бидайларым, уже пісуге жақын қалды. Достар, міне пісті етіміз, қандай болып, әдем болып, күшті болып пісті. Енді осыны қазір тураймыз. Негізі мына майлы жерін алып тастаймыз. Енді үйлеріңізде ұнататын адам болса, жеуге болады. Бізде енді майдан қашатындар көп. Май жемейтіндер бар. Сондықтан турағыларыңыз келсе, турайсыздар. Біз өзіміз майды бөлек алып қоямыз. Қатырып қойып, холодильникке қатырып қоямын да, сосын өзім жеймін, ешкім жоқта. Мыналар майдан қашады. Міне, етімізді осылай ұсақтап тураймыз. Көп қосы жергенбіз, бірақ шамалы ғана етті жаңа осылай жасасаңыздар. Ең бастысы дәмі шығу керек қой. Жаңа ысталған еттің дәмі шығу керек. Сонда жаңа көжеміз өте тәтті, сосын кейін тойымды болады, осындай етті қоссаңыздар. Сосын жаңа бидай көжеміз негізі алдында да айтып кеттім, ем ол жаңағы асқазан, ішек жолдарын жақсы тазартады. Соған ішуге болады. Мұны етімізді турадық. Жарты етін мен қайтадан қазанға салып қойдым. Ана бағана майлысын, тағы да сорпа майлы болсын деп. Енді бұған қазір біз неміз қосамыз? Бұламығымызды. Негізі бұрынғы кісілер, мамаларымыз осы бұламықты жасайтын еді. Естеріңізде шығар. Білетіндер бар араларымызда. Көбінесе бұл бұламықты оңтүстік жақ жасайды. Шымкент жақ жасайды. Енді мен өзім сол Шымкенттің қызымын ғой негізі.
біздің жақта жаңағы осындай быламықты жақсы жасайды. Енді осыған құямыз қазір. Бісміллә. Бұны құямыз. Мына етмен бірге кішкене тағы да осылай жақсылап қолмен араластырып жібереміз. Одан кейін қазір бидай көжемізді құямыз осыған. Пісуге жақын қалдар. Міне сорпасымен міне бидай көжені алып келдім осылай. Етін салдық. Енді қазір мына немізді саламыз, құртымызды құямыз қазір. Құртымызды құйып, бұл деген құртымыз деген малта ғой енді. Жаңа әбден несін жылы суға езіп малта қылып жасадық. Осыны қазір дәмін жасап көрсеңіздер, ертең дәмін көресіздер. Ерінбей осыны үлкен кісілерге, ақжаулықты аналарға, апаларымыз бар, сол кісілерге жасап көрсетсеңіздер, өте қатты ұнайды деп ойлаймын. Содан кейін батасын аласыздар ол кісілердің. Аман болса, осындай көжені жасап беріңіздер. Бұның ішінде не жоқ, бәрі бар. Етіміз де бар, бидайымыз да бар, малтамыз да бар, бұламығымыз да бар. Бағана көрдіңіздер ғой, ұнды әбден қуырып, соны қостық. Ол деген өте күш беретін тамақ қой, мынау қарасаңыздар. Осыны ертең Алла қаласа ата енелеріңізге, аналарыңызға жасап берсеңіздер, сіздерге разы болады және батасын алатын боласыздар. Енді айран қосамыз. Мына айранымызды ашамыз. Мен бағана шайқап қойған уже. Енді қазір бісміллахиррахманиррахим. Өзі аппақ болып тұр, енді айранды қосамыз. Міне керемет бір көже болады. Өзім ішкенше асығып отырмын. Шыны керек. Қазір ыдысқа. Содан кейін барып тағы не қосамыз? Ол дегеніміз мүкжидек. Негізі орысшасы бұл клюква деп аталады. Орысшасы. Бұлда емді қасиеті бар. Бұл давлениеге жақсы, өте жақсы давлениеге. Сондықтан осы нені мүкжидекті қосып ыдысқа құйып берсеңіздер, бұл да дәмін келтіреді. Арасында мүкжидек кетті. Енді осыны кішкене 5-10 минутқа қалдырамыз. Өйткені қазір ысық болып тұр ғой бұл. Сондықтан 5-10 минутқа қалдырамыз да. Мына мүкжидектер бұлар сорпаға дәм беріп тұрады. Құрметті достар, қараңыздар, біздің бидай көжеміз дайын болды. Қазір мен араластырып көрсетем. Міне бидай көжеміз қандай дәмді. Енді қазір мен ауыстейін. Бісміллә деп. Сосын кейін дәмін айтатын болам, жарай ма? Бисмиллахиррахманиррахим. Енді керемет. Бірақ мен кішкене құртын көп қосып жібердім да. Сол кезде дәмін көріп жатқан кезде қараңыздар. Құртын қатты қосып жіберген, бірақ дәмі шынымен керемет. Бауырсақпен және пирожки пісіріп, осындай көжемен, бидай көжемен ішсеңіздер, өте дәмді. Барлықтарыңызға ас болсын.